Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қызылшадан селедка қосылған рулет жасаймыз. Алдымен қызылшамызды үкіштен өткіземіз. Оны үлкендеу бір ыдысқа салып, үстінен тұз, бір ас қасық сұйық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Үш жұмыртқамызды ақ уызынан сары уызын ажыратамыз. Ақ уызын бөлек ыдысқа, сары уызын қызылшамызға қосамыз. Қызылша мен сары уызымызды араластырамыз. Енді үстінен ұн қосып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Уызымызға шым-шым тұз қосып, көпіргенше миксерлейміз. Осылай аппақ масса болу керек. Енді бір шай қасық қант қосамыз. Мінекей дайын болды. Енді қызылшамызға ақ уызымызды аз-аздан қосып, жаймен араластырамыз. Қатты араластырып жүрмеңіздер, өйткені қамырымыз отырып қалуы мүмкін. Бір келкі болғанша араластырып, пергамент төселген листімізға қызылшамызды салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей дайын, толық суытамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін укропты ұсақтап турап, творожный массамызға қосып, жақсылап араластырамыз. Коржымыз толық суыған соң, творожный массамызды бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді тазаланған селедка балығымызды рулетіміздің шетінен бір қатар қылып салып шығамыз. Енді рулетімізді нығыздап жақсылап ораймыз. Рулетімізді фольгаға орап, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Мінекей рулеттеріміз дайын, өте әдемі болып кесіледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Басқа да рулеттердің рецепттері менің каналымда бар. Маған тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.